Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 6 сыныптың қазақ тілі пәнінен мектеп баспасы бойынша 7 бөлімнің 2 сабағы етіс, оның ішінде өздік етіс, өзгелі етіс тақырыптарына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, және менің YouTube каналымның алғашқы көрермені немесе менің YouTube каналыма тіркелмей көретін көрерменім болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз, себебі мен сіздермен жыл соңына дейін жұмыс жасайтын боламын, яғни сіздер 6 сыныпты аяқтағанша осылай қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәнінен арман аттанбұрған мектеп баспалары бойынша осылай күнде сабақ салып отыратын боламын. Одан бөлек келер жылы сіздер 7 сынып оқысаңыздар да, дәл қазір менің YouTube каналымда 7 сыныптың да сабағы 3 баспа бойынша жүріп жатыр. Сондықтан келер жылда менің көмегім сіздерге көп пайдасын тигізеді. Мені жоғалтпауымыз үшін сондықтан YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Барлығы түсінікті болса, бірінші тапсырма, оның ішінде Б нұсқасындағы тапсырмасын орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша шахмат тақтасының ақ тор көздерінде қиғашына жасырынған сөз жұмбақты шешіңдер. Шахмат тақтасы қара және ақ шақпақтарға бөлінген. Шахмат ақыл ойды дамытатын ойын. Қай сөз патша өлді деген мағынаны білдіреді? Жауабы шахмат. Шахмат қай елде пайда болған? Үндістанда. Шахматта алғашқы жүрісті бастаған ойыншы қанша тәсілді қолдана алады? 20. Шахмат ойнау үшін нені білу керек? Айла. Шахмат нені дамытуға ықпал етеді? Ой деп жауап беретін боламыз. Енді бұл мен көрсетілген сұрақтардың жауабын кітап бойынша қарастырып отырасыздар, және де мынау шахматтың ақ тор көздеріне қоятын боласыздар. Және де ұмытпаңыздар, қиғашынан қою керек. Келесі В нұсқасындағы тапсырма: толық мәтінді бөліктерге бөліп ат қойыңдар, әр бөлімнің қысқаша мазмұнын жазыңдар. Енді бұл тапсырма, оқушылар, өздеріңіз білесіздер, тыңдауымға арналған шахмат туралы біз аудиомәтінді тыңдап аламыз. Бұл аудиомәтін YouTube-та бар екен, сондықтан қазақ тілі 6 сынып мектеп баспасы 16 аудиомәтінде іздесеңіздер шығады. Енді бізде кіріспе, оның ішінде бөлім атаулары, мазмұны деген кесте берілген. Соның ішінде мысалы кіріспе берілген, негізгі бөлім және қорытынды. Енді тыңдауымдағы мәтін бойынша осы кестені толтыратын боламыз. Бірінші бізде кіріспе. Кіріспенің ішінде оның бөлім атауын толтыру керек. Бұл бөлімді шахматтың пайда болуы деп қоямыз. Бұл бөлімде не айтылады? Мазмұны. Шахмат ойынының Үндістанда пайда болуы. Ежелгі аңыз бойынша шахматты біздің заманымызға дейінгі 1000 жыл бұрын үндістандық математик ойлап тапқан. Шахмат патша өлді деген мағынаны білдіреді. Келесі негізгі бөлім, бұл негізгі бөлімнің атауын патша мен данышпан деп қойсақ болады. Енді мазмұнына келетін болсақ, шахмат тақтасы ақ және қара түстерге боялған, бірдей 64 торт көзге бөлінеді. Үнді аңызы бойынша билеуші Ширам осы шахматты ойлап тапқан адаммен танысып, ерекше алғысын білдіргісі келеді. Келесі қорытынды бөлім атауын шахмат соғыс алаңы деп қойсақ болады. Бұл қорытынды бөлімінде мазмұнында не айтылады? Шахматты ойнау үшін адам түрлі айла тәсілдерді білуі керек, және шахматта алғашқы жүрісті бастаған адам 20 тәсілді қолдана алады деп берілген кестені толтыратын боламыз. Келесі екінші тапсырма: сурет пен сөз тіркесін сәйкестендіріңдер, не байқадыңдар? Зілтемір көтеру, зілтемірді көтерту, зілтемірді көтерісу. Бұл енді біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты. Біздің тақырыбымыз негізінде етістерге арналған ғой. Етіс, оның ішінде өздік және өзгелі етіс. Бізде етіс 4-ке бөлінеді: өздік етіс, өзгелі етіс, ортақ етіс және ырықсыз етіс. Енді бізде суретте берілген суретпен мына сөз тіркесіне келетін болсақ, зілтемір көтеру бұл өздік етіс. Себебі мынау адам өзі жасайды оны, өзге емес. Зілтемір көтерту болатын болса, оны өзгелік етіс. Себебі бұл зілтемірді біреудің көмегі арқылы көтеріп тұр, немесе біреудің бұйрығы арқылы көтеріп тұр. Одан кейін зілтемірді көтерісі бұл ортақ етіс. Жабылып бәрі бірге, мысалға сыныптағы оқушылар бәрі бірге жабылып зілтемірді көтерісті деген сияқты, бұл ортақ
іс болғаннан кейін ортақ етіс, яғни біз сурет пен сөз тіркесіне келетін болсақ, біздің бүгінгі тақырыбымыз етіске, оның ішінде етістің түрлеріне арналған. Үшінші тапсырма мақал-мәтелдің мағынасын түсіндіріп, етістіктің тұлғаларына назар аударыңдар. Бірінші, ақылда адам айтқызбай білер, ақсұңқар құс қаққызбай ілер. Бұл мақалда адамның ақылы мен қабілеті оған қиындықсыз нәрсені шешуге мүмкіндік беретіні айтылған. Ақылды адам өзінің тәжірибесі мен білімінің арқасында бір нәрсені оңай түсініп істей алады. Сонымен қатар ақсұңқар құсы да қаққызбай-ақ өздігінен жеңілділеді, яғни оның қабілеті ешқандай күш жұмсамай-ақ өз нәтижесін береді. Келесі бізде таз таранғанша той тарқар. Бұл мақалда уақытша қуаныш немесе сәттілік ұзаққа бармайтыны, бәрі бір күні аяқталатын туралы айтылады. Таздың тарамы қысқа уақыттық, әуелі ұшып, соңында қайта оралатын құс сияқты жағдайда бейнелейді. Екінші мағынасынан мен ойлап отырмын, бұл таз таранғанша той тарқар деген мына өмірде асықпайтын, жайбарақат адамдар бар ғой, соны екінші мағынасында сондай адамдарды, асықпайтын адамдарды бейнелеп тұратын мақал сияқты. Үшінші, ақыл көпке жеткізер, өнер көкке жеткізер. Бұл мақалда ақыл мен өнердің маңызды рөлін түсіндіреді. Ақыл адамды көпке, қоғамға пайдалы болуға бағыттаса, өнер адамның жоғары жетістіктерге, биік мақсаттарға жетуіне мүмкіндік береді. Бұл мақала өмірде білім мен дағдының маңызды екенін көрсетеді. Төртінші тапсырма, өздік етіс жұрнақтары жалғанатын етістіктерді тауып, олармен сөйлем құраңдар. Мысалға, орау, оны оран, бояу, боян, домалау, домалан, ойлау, ойлан деп мысалға өздік етіс жұрнақтарын жалғап қойсақ болады. Енді сөйлем құрайтын болсақ, арман далада қармен әбден ойнап, пештің түбінде жылы көрпешеге оранып жатты. Аружан концертті жүргізушісі болатындықтан өзі боянды. Мұғалімнің сұрағына кідіріп қалған ол ұзақ ойланды. Бесінші тапсырма, берілген етістіктерге өздік етіс жұрнағын жалғап сөйлем құрап жазыңдар дейді. Енді мен сендерге өздік етіс жұрнағын жазып көрсетейін. Қыр, мысалға, қырын, сүрт, сүртін, шеш, шешін, сәнде, сәндем. Өздік етіс жұрнақ бізде ын-ны. Алтыншы тапсырма, берілген сөздерден өзгелік етіс жазаңдар. Өзгелік етіс енді өзгелік етістің жұрнақтар ғыз-гіз, қыз-қыз, дыр-дыр, тыр-тыр және т деген. Кей, мысалға, кигіз, кидір деген өзгелік етіс жасасақ болады. Сат деген сөзден сатқыз, саттыр деген өзгелік етіс жасасақ болады. Жаса дегеннен жасат, ілден ілгіз, ілдір деген өзгелік етіс жасасақ болады. Сал деген етістіктен салғыз, салдыр және салдырт деген етістіктер, өзгелік етістер жасасақ болады. Жетінші тапсырма, А нұсқасы. Мәтіндегі негізгі ақпаратты бір сөйлеммен түйіндеңдер. Тоғызқұмалақ 3,5 мың жылдық тарихы бар ойын. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен бой теңестіре алатын рухани ойын. Тоғызқұмалақ қазақтың спорттық ойыны. Келесі, мәтіннен өзгелік етіс бола алатын етістіктерді табыңдар. Мәтінде қандай тұлғада тұрғанын көрсетіп, мағынасын түсіндіріңдер. Енді саналады, санат, көрсетеді, көрсеткіз, көрсет деген өзгелік етіс жасасақ болады. Ықпал ету деген етістіктен ықпал еткіз, кездесседен кездестір, кездескіз деп атайды. Етістігінен атат, ойнап жүрміз, етістігінен ойнап жүргіз, жүрдір деген өзгелік етіс жасасақ болады. Бұл нұсқасы, мәтіннен салт және сабақты етістіктерді тауып, тоғызқұмалақ тақтасының екі бетіне жинаңдар. Бірінші, салт етістіктер қатарына саналады, пайда болған, ықпал ету, бола алады, кездеседі деп атайды, ойнап жүрміз, қарастыруға болмайды. Сабақты етістіктерге көрсетеді және ойлап тапқан деген күрделі етістік жатады.
Сегізінші тапсырма өз ойыңмен бөліс. Бірінші, спорт және ойын сөздерінің айырмашылығы неде? Спорт дене шынықтыру және бәсекелестікке негізделген арнайы ережелері бар физикалық немесе ақыл-ой белсенділігі. Ол денсаулықты нығайтуға, кәсіби дағдыларды дамытуға және жарыстарда жеңіске жетуге бағытталады. Ал ойын адамның көңіл көтеруі, демалу немесе белгілі бір дағдыларды дамыту мақсатында ойлап табылған әрекет. Екінші, неліктен ақыл-ойды дамытуға арналған ойындарды спорт түріне жатқызамыз? Ақыл-ойды дамытуға арналған ойындар адамның логикалық ойлау қабілетін, есте сақтауын, стратегиялық жоспарлауын жетілдіретін интеллектуалды жарыстар. Мұндай ойындарда спорт сияқты арнайы ережелермен өтеді және бәсекелестікке негізделген. 9-шы тапсырма оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді басшылыққа ала отырып, зияткерлік спорт білімді ұрпақ негізі тақырыбында эссе жазыңдар. Эссе мәтінінде өздік және өзгелік етіс түрлерін пайдаланыңдар. Қазіргі заманда білім мен ақыл-ойдың маңызы артып келеді. Спорт тек физикалық күшті ғана емес, сонымен қатар ойлау қабілетін дамытатын құрал ретінде де қарастырылады. Зияткерлік спорт адамның логикалық ойлауын жетілдіретін, білім мен стратегиялық ойлауға негізделген маңызды сала. Зияткерлік спортқа шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ, дебат және кейбір спорт сияқты ойындар жатады. Бұл спорт түрлерімен айналысқан адам тез шешім қабылдауға, жағдайды саралауға және стратегия құруға дағдыланады. Мұндай ойындар есте сақтау қабілетін жақсартып, талдау жасау дағдысын дамытады. Зияткерлік спортпен айналысқан әр адам өзін дамытады, жаңа білімдерді меңгереді және тұлғалық өсуге ұмтылады. Мұндай ойындар адамның ойлау дағдысын қалыптастырып қана қоймай, оның болашақта үлкен жетістіктерге жетуіне көмектеседі. Мына жерде қызылмен белгіленген етістіктер бізде өздік және өзгелік етіс түрлеріне жатады. Міне сіздермен бірге етіске, оның ішінде өздік, өзгелік етіс тақырыбына арналған тапсырмаларды сіздермен бірге орындадық. Сабақты қолдау мақсатында лайк басып комментарий жасап отырыңыздар, өзге де оқушылармен, достарыңызбен бөлісіңіздер және ең бастысы менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.